Салмақ тастап жүрген кезде ПП дөнерді осылай дайындаймын. Құрамын өзіңіздің қалауыңызға қарай өзгерте берсеңіз болады. Осы жолы картошка қосып дайындағым келді. Сол үшін картошканы тазалап, жуып, соломка қылып турап, тұз қосып, суға 15 минуттай салып қойдым. Одан кейін духовкада пісіріп алдым. Ары қарай дөнерге қосатын барлық ингредиенттерді соломка қылып турап аламын. Мен тауық етімен дайындайын деп жатырмын. Жалпы кез келген піскен ет қоссаңыз болады. Тауық еті біраз сочный болсын деп, пекин капустасы екеуін қосып, кішкене бұқтырып алмақшымын. Егер олай бұқтырғыңыз келмесе, ешқандай бұқтырмай қоса берсеңіз болады. Огурцы мен помидорды да соломка қылып турап алдым. Тауық еті мен пекинская капуста да дайын болды. Біздің барлық ингредиенттеріміз дайын, енді тек дөнерді жинау ғана қалды. Енді лавашты жайып, барлық ингредиенттерді кезегімен салып шығамыз. Начинкасын тым көп салып толтырып жібермеңіз, себебі лавашты ораған кезде жыртылып кетуі мүмкін. Майонездің орнына мен калориясы өте аз грек йогуртын пайдаландым, ал кетчуптың орнына барилла соусын қостым. Начинкамыздың барлығын салып болғаннан кейін лавашта ақырын екі жақ шетін бүктеп, жыртып алмай ораймыз. Дөнеріміз дайын болды. Енді грильница бар болса, грильницадан басып аламыз. Егер грильница жоқ болса, кәдімгі сковородкада екі жақ бетін қыздырып алсаңыз болады. Салмақ тастап жүрген кезде дөнер жегіңіз келсе, үйде осылай калориясы аз дөнер дайындасаңыз болады. Жаңа айтқанымдай, құрамын өзіңіздің қалауыңызға қарай өзгерте берсеңіз болады. Дөнер өте дәмді әрі сочный болып шықты. Егер рецептім ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен оңай әрі қолжетімді ПП рецепттермен бөлісемін.